Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен оңай және үйде жасалатын қартаюға қарсы маскамен бөлісемін. Бұл маска майда сызықтар мен әжімдерді азайтады және теріні қатайтып жарқыратады. Масканы дайындау үшін бізге бір кішкене ақжелкеннің шоғыры керек. Ақжелкенді жақсылап жуып, майда бөліктерге кесеміз. Кесілген ақжелкенді ыдысқа салып, үстіне 200 мг су құйып, блендермен езіп пюре жасаймыз. Ақжелкен терідегі коллаген өндірісін ынталандырады. Қара дақтар мен секпелдерді, сонымен қатар пигментацияны кетіреді. Және ақжелкен әжімдерді кетіреді. Теріні ылғалдандырады. Дайын болған ақжелкен езбесін сүзгіден өткізіп аламыз. Достар, егер мені қолдағыңыз келсе, каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, видео рецептпен достарыңызбен бөлісіңіз, және жаңа шыққан рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды қосуды ұмытпаңыздар. Дайын болған ақжелкен шырынын ыдысқа құямыз. Бір ас қасық жүгері крахмалын қосып, тегіс болғанша жақсылап араластырамыз. Қоспаны баяу отқа қоямыз. Үздіксіз араластыра отырып, қоюланғанша қыздырамыз. Дайын болған маска негізін сәл суытып, ыдысқа құйып аламыз. Маска негізіне жарты шай қасық бадам майын қосып араластырамыз. Енді бізге масканың әсерін күшейту үшін зығыр дәндері керек. Бір ас қасық зығыр дәндеріне 100 мг су құйып, баяу отта 5 минут қайнатамыз. Зығыр дәндерінің күшті жасартатын әсері бар. Теріні тегістейді, қатайтады, терінің құрғауы мен қабыршақтануын болдырмайды. Және теріні тазартып, тартып, әжімдерді азайтады. Дайын болған зығыр дәндерін оттан алып, суытып, електен өткіземіз. Електен өткізгеннен дәке арқылы сығып алған жақсы. Електен өткізген уақытты алады екен. Шығарылған гельді маска негізіне қосып, жақсылап араластырамыз.
Достар, каналға жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецептер табатыныңызға сенімдімін. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 апта бойы сақтауға болады. Бұл кремді ақжелкен маскасын аптасына 3 рет қайталап жағасыз. Масканы бетке, мойынға және декольте терісіне жағыңыз. Бұл масканы көз айналасындағы әжімдерге де жағуға болады. Масканы теріге сіңгенше уқалап жағасыз. 30 минутқа қалдырасыз, содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Бұл рецепт табиғи ботокс сияқты. Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.